Достар, бүгін мен ең дәмді бауырсақтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл рецептіні ең бірінші адам жасаған болса да, бірінші рет бауырсақ жасап тұрсаңыз да жақсы болып шығатын рецепт. Бірінші бізге 1 стакан сүт керек болады. Өздеріңіз білесіздер, көп жасайтын болсаңыздар, қаншалықты қосатындарыңыз өзіңіз білесіз. Бірақ 1 стакан сүтке 1 стакан ыстық су міндетті түрде. Және де осы сұйықтығыңызға қант пен тұзды өзіңіздің по вкусу дейді, өзіңіздің қалауыңызша қосасыз. Яғни мынау сұйықтықтан дәмін көресіз. Қант аз болса қант қосыңыз, тұз аз болса тұзын қосып отырасыз. Және де мен 4 чай қасық майонез қостым. Сіздер үйде не бар? Майонез, немесе маргарин, немесе қаймақ, қандай майлы зат бар? Содан 4-5 ас қасық, шай қасық қосып жіберсеңіздер жеткілікті. Енді ұнға мен 1,5 шай қасық дрожь және де шым-шым кішкене ғана сода қосып жібердім. Ұнға қостым, сұйықтыққа емес. Және де ұнымды кейінірек осы жылы сұйықтығыма қосып, сәл ғана қосып отырып, араластырып отырдым. Себебі сіздерге ұнның грамын айтайын десем, әр ұнның өзінің консистенциясы әрқалай, сондықтан да сіздерде дәл мен сияқты сәл ғана қосып отырасыз да, осылай нан илеп аласыздар. Қамырыңыз өте жұмсақ болу керек, сонымен қатар қолға жабыспауы керек. Ең соңында майлап, осылай бетін жауып, орап қоясыздар. 1 сағаттан кейін салафанды ашып, бетін ашып, қолыңызды жақсылап жуып майлап, бір қайырып қоясыздар. Және де мінекей тағы да ол 1 сағат өткеннен кейін мен екіншісін тек қана просто көтерілгенше күттім, уақытына қарамай. Көтерілгеннен кейін тағы да қолымды жақсылап тазалап, майлап, тағы да бір қайырып алдым, көтерілгенін күтіп. Дәл осылай қыздар, міндетті түрде қамырыңызды 3 рет көтересіздер. Сол кезде бауырсақтарыңыз өте пышный, жұмсақ болып шығатын болады. Оны жаңағы 1-2 рет қана көтерілмей, 3 рет дәл осылай көтерілгенін күтіп қайратын болсаңыздар, бауырсақтарыңыз өте керемет болып шығатын болады. Мінекей бауырсағымның қамыры дайын. Енді 2-ге бөліп, мен 2 түрлі бауырсақ пісірем. Біреуінің іші бос болады, біреуінің іші тығыз бауырсақ болады. Тығыз бауырсақты шығару үшін қамырды қалыңырақ қылып жаясыздар. Қалыңырақ қылып жайғаннан кейін оның ортасы пісу үшін, кешіріңіздер, баяу отта, әркімнің өзінің газының отының мощності әрқалай, сондықтан да өздеріңіз қарап көресіздер. Міне қалыңдығы осындай болса, егер қалыңдау болса, баяу отта пісіресіздер. Ал егер қамырыңызды жұқа қылсаңыз, ортасы ойық, яғни тесіктеу болып шығады бауырсағыңыз. Сол кезде кәдімгі қызған майға пісіре берсеңіздер болады. Дәл осылай бетін жауып, жаңағы домалақ кескен қамырларыңыздың бетін жауып, 10 минуттай қойып қойсаңыздар, әдемі пышный болып көтерілетін болады. Енді мінекей мен қамырды баяу отта пісіріп жатырмын. Қызарғанша сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша сарғыштау кезінде шығарсаңыздар да болады. Қызартып, мен сияқты сәл күйдіріңкіреп пісіріп алсаңыздар да болады. Бізге осылай күйдіріңкіреп пісірілген бауырсақтар ұнайды. Мінекей болып қалдым. Майыңыз аз болып қалмасын, себебі майға батып пісу керек бауырсақтар барынша. Мінекей бауырсақ дайын қыздар, өте дәмді. Ортасын кесіп көрсетейін сіздерге. Мінекей көрдіңіздер ме? Бұл қалыңырақ қылып пісірген, ортасын бәрі тығыз болып піскен бауырсағым. Бұл бауырсақ ортасы шикі болып қалмайды, жұмсақ болады, өте дәмді болады. Сыртының бәрі хрустящий болады, ортасын бәрі жақсы піскен, және де дәмі де жақсы болып шығады. Мінекей тағы да ортасын көрсетейін сіздерге. Қараңыздар, өте керемет болып піскен. Дәмі вообще енді супер қыздар, өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.